Саламатсыздар ма, құрметті менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Менің соңғы сабағымды жазғаннан бері 10 шақты күндер өтті. 10 шақты күн өтті. 10 шақты күнде сіздерге сабақ жазатын ешқандай мүмкіншілік болмады, сөздің шыны керек. Сол үшін мен бүгін сіздерге ешқандай жаңа сабақ емес, осы 10 күнде не болған туралы қысқаша айтып өтейін. Өздеріңіз білетіндей, мен Өскемендегі үйді сатып көшкен едім. Көшкенде енді Қазақстанның адамдары қайда көшеді? Не Алматы, не Астана. Әйтеуір орталық қалалар. Біз Астанаға келдік. Сонан кейін үй іздеу процесі басталды. Ол дегенің nightmare, ночной кошмар деген сөз. 10 күннің ішінде шамамен бір 50 шақты пәтер араладық, пәтер көрдік. Күніне 4-5 пәтерден қарап отырдық. Астанадағы пәтерлердің бағасы удай болғанда просто ужасно қымбат. Сонан кейін көп пәтерлерді риэлторлар өздеріне алып алады. Біздегі риэлторлық система ешқандай дұрыс жолға қойылмаған. Олар жаңағы крыша кезеттен хозяиндардың нөмірін алады да, соны бізге звондайды, хозяиндардың өзіне, қалай енді өзіне адам апарат, сол ешқандай сатып алушыға ешқандай да сондай удобный жағдай жасалмайды. Сол үшін үйдің бағасының 10%-ын алады. Енді мен түсінемін, оларға да ақша жасау керек, оларда еңбектену керек, бұл олардың кінәсі емес. Бірақ Қазақстанда осы риэлтордың жұмыс жүйесі дұрыс жолға қойылмаған. Ал мен Анталиядан үй алғанда риэлтор мені тұрған гостиницамнан күтіп алып кетеді машинемен. Аэропорттан күтіп алады, гостиницамен апарып тастады. Сосын ана гостиницадан күтіп алып, бүкіл үйлерді аралатып, мен осы үйге тоқтадым дегенде, шетелдіктердің жұмысы көп қой, жаңағы паспортымды түркішеге аудару керек, салық нөмірін алуым керекпін, тағы да құжаттарды түркішеге аударатын нотариусқа барып, міне осы жерден аудартасың деп өздері сөйлесіп, мен тек ақшасын ғана төледім. Сосын купли-продажа жасайтын жаңағы немнеге апарып, қалай БТИ ма, нотариус сияқты сол жерге барып, өздері мені машинамен алып барды. Сол жерде біз купли-продажамызды жасап, сөйтіп мені қайтып гостиницаға әкеліп тастады. Міне бұл таза еңбек деп айтамын мен. Риэлтор шынымен де менің қасымда жүрді, таң атқаннан кешке дейін менің жағдайымды жасады. Менің жаңағы өтінішім, менің оған талабым орындалғанша осылай қызмет көрсетті. Міне бұл сауатты система риэлтордың. Біздің Қазақстанға оғынға жету деген өте ауылы әлі салы. Сонымен сөйтіп ақыраяға әйтеуір өліп талып, деп, маған ұнаған үйге менің ақшам жетпейді, менің ақшам жеткен үй маған ұнамайды. Сөйтіп бұл жаңағы catch-22 деген жағдай. Catch-22 деген былай жүрсең арба сынады, былай жүрсең өгіз өледі деген сөз. Catch-22. CATCH-22 деп жазылады. Сондай тұрақты сөз тіркесі ағылшын тіліндегі. Сөйтіп жүргенде әйтеуір бір жақсы үй кезікті. Әрқашан әр нәрсе өзің ойлағандай 100% сенің талабыңа сай, сен күткенде 100% кездеспейді ештеңе. Ешқашан сіздің жоспарлаған ісіңіз өзіңіз күткендей 100% бітпейді. Андай-мұндай минустар шығып жатады, но сол минустарды қабылдайсың. Сол сияқты андай-мұндай минусы бар үй, бірақ та менің ақшама, менің талабыма жақсы. Бұйырса, енді біз сол үйге көшеміз деп күтіп отырмыз. Оның ішіндегі адамдар әлі көшкен жоқ. Сондықтан үй іздеу деген кәдімгі жұмыс сияқты болды. Таңертең 10-нан кеттік, шаршап, кешке 8:30-нан кейін келдік. Жаңа айттым ғой, маған ұнаған үйдің бағасы үлкен, ұнамаған үйдің баға, менің ақшам жететін үй маған ұнамайды деп сөйтіп әр-сәрі болып шаршап кеткенде өзі сабақ жазатын ешқандай көңіл күйінде болмайды. Сондай жағдай. Екінші, бұл бір мәселе, сіздерге түсіндіріп жатыр, мен неге жауап кеттім, бұл жауапкершілік. Мен осы каналды ашып, сіздерге сабақ үйреткеннен кейін енді бұл маған жауапкершілік қой. Неге жауап кеткенімді сіздерге түсіндіріп жатырмын. Бұл бірінші күн тәртібіндегі бірінші сұрақ. Екінші,
Әдетте менің сабақтарымды көп адам көреді, бірақ лайк пен комментарий пікірлер өте аз. Сосын мен ойлаймын, біздің адамдар неге сараң? Әдетте қазақтар өзі жомарт, жүрегі жомарт, қолы ашық адамдар да. Олар лайкты аямалғандары абзал еді, комментарийді аямай жазулары керек еді. Бұл неге деп ойландым. Әлде біздің жастар сараң болып бара жатыр ма деп. На самом деле олай емес деп ойлаймын. YouTube'де комментарий қалдыру үшін сіздің Google Mail, яғни Mail.ru сияқты Google'де де пошта жүйесі бар, Gmail деп аталады. Сол Gmail'де сіздің почтаңыз болу керек. Одан кейін YouTube'де сіздің аккаунтыңыз болу керек. Сол кезде ғана сіз лайк басып, немесе дизлайк басып. Кстати, дизлайк ұнатпау, оны кейбір адамдар дизлайк дейді. Дизлайк емес, дислайк. Дислайк басып пікір қалдыру үшін міндетті түрде сізде Google'де почта болу керек. Көп қазақтар бізде Google'ды қолданбайды. Ағылшын тілде елдерде Google, сол Google'дың Gmail деген электрондық пошта жүйесі өте кең тараған. Gmail. Енді сіздер Gmail'ден почта ашып алуларыңыз өте дұрыс деп ойлаймын. Біріншіден, оның жаңағы Mail.ru немесе басқа да электронды пошталармен салыстырғанда сақтау жадысы, яғни көлемі үлкен. Үлкен файлды бір-біріңізге еркін жіберуге болады Gmail арқылы. Бұл бір. Екіншіден, Gmail'де соңғы кезде чат деген мынандай сөйлесуге ол бұрын болған. Енді соны камера арқылы бірнеше адаммен бірге сөйлесетін функция пайда болды. Бұл дегеніңіз, мен сіздерге сабақ өткізгім келсем, мысалы үшін мен бірнеше тегін сабақ өткізіп, кімнің қалауы бар, өзімнің оқырмандарымнан ішінен адам жинап, бірнеше тегін сабақ өткізіп көргім келеді. Яғни, егер де сіз Gmail электрондық поштасын ашқан болсаңыз, сол арқылы YouTube-ке тіркелген болсаңыз, онда сіз кез келген YouTube-дегі көрген видеоңызға лайк немесе дизлайк басып, немесе пікір қалдыра аласыз. Плюс сол Gmail-ді сіз басқа электронды жаңағы достарыңызбен хат жазысуға, немесе көлемі үлкен құжаттарды емін еркін жіберуге қолданыласыз. Бұл екінші артықшылығы. Үшінші артықшылығы, қазір мен бұйырса жаңа үйге көшіп кішкене settle in тұрақталып отырып алайын деген сөзде settle in жасап алайын. Сосын мен сіздерге Gmail-дың камерасы арқылы осылай міне тірідей отырып сізге сабақ түсіндіретін боламын. Сіздер де мені көріп отырасыздар, мен де сіздерді көріп отырамын. Өйткені мен сіздерге сабақ бергенде сіздердің жүздеріңізді шынымен де көргім келеді. Сол үшін бүгіннен бастап Gmail-ді ашуға кірісіңіздер. Егер де ашудан қиналып жатсаңыздар, маған пікірге қалдырыңыздар. Gmail-де, яғни Google-да Gmail деген электрондық почтаны қалай ашу туралы мен сіздерге видео көрсетейін онда түсіріп. Сол арқылы, сол қазақ тіліндегі нұсқаулық арқылы сіз өзіңізге оп-оңай Gmail почта ашып ала аласыз. Сонымен бұйырса сабақтарымызға көшеміз. Орыс тілі сабағын жазбағаныма көп болды. Келесі кезекте мен орыс тілі сабағын жазамын. Сонымен әдеттегідей ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріңіздер, өздеріңізге Gmail ашыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Егер сіз әлі қонақ болып жүрсеңіз, менің каналымның тұрақты көрермені болыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.